Желіде қаралы хабар тарады, барша көрсін білсін хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армы-қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Ақтөбе облысында жантүршігерлік жол апатынан 4 адам мерт болды. Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты болды деп хабарлайды dalanews.kz. 25 қаңтар сағат 17:00 Ақтөбе Орынбор тасжолының Құрайлы ауылының маңында 3 көлік жол апатына ұшыраған. Алдын ала мәліметтер бойынша Ақтөбе қаласы менен Мәртөк ауылының бағытын алған Hyundai Odyssey көлігінің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып, қарсы бағытта келе жатқан Hyundai Solaris көлігімен соқтығысты. Соққыдан Honda Odyssey бағытын өзгертіп, қарсы бағытқа келе жатқан ВАЗ-2110 көлігімен соқтығысқан дейді полиция. Жол апаты салдарынан ВАЗ-2110 көлігінің жүргізушісі менен 3 жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. Honda Odyssey көлігінің 1 жолаушысы және де ВАЗ-2110 көлігінің 1 жолаушысы зардап шеккен. Оларға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Hyundai Odyssey көлігінің жүргізушісі Ақтөбе қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды дейді полиция. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас сізге де ақпараттар үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.